Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптың бірінші бөлімі, бірінші, екінші сабағын өтеміз. Үшінші тапсырмадан бастасақ, ойды оятуға арналған жаттықтыру сұрақтарына жауап беріп, тапсырмаларды орында дейді. Мінекей осындай 4 сұрақ бар екен, олардың жауабын төменде сіздерге ұсындым. Егер бұл жауаптармен келіспей басқа жауап жазам десеңіздер, әрине өз еріктеріңіз, немесе осы жауаптарды оқып шығып, қысқаша түйінін жазсаңыздар да болады. Бұны көшіріп алу шарт емес, тек қана бұл үлгі ретінде сіздерге жаңағы жаттығу үшін берілген жауаптар, сондықтан әрине өз беттеріңізше орындағандарыңыз дұрыс. Жалғастырамыз. 4-ші тапсырма. Берілген мәліметтер бойынша көне түркі жазба ескерткіштерін тұңғыш зерттеуші ғалым ретінде рөлге бөлініп, күрделі құрама атауларды байланыстырып сұхбат құрыңдар дейді. Бұл жерде мынандай жаңағы деректер берілген екен. Дания елінің ғалымы, түрколог Радлов, түрколог Малов, швед офицері туралы осындай сіздерге сұхбат дайындадым. Енді жаңағы жоғарыда айтқандай, дәл осы сұхбатты көшіріп алу шарт емес, осындай етіп басқаша сұхбат жазсаңыздар да болады. Бірақ ішінде жаңағы берілген ғалымдардың есімі, осы архоненси жазба ескерткіштер туралы осы деректер қолданылса болғаны. Жалғастырамыз. 5-ші тапсырма. Тыңдалған мәтіннен көтерілген мәселе негізінде бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды қатыстыра отырып өз пікіріңді жаз дейді. Тапсырманың орындалуы осылайша. Енді сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген тұстарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Мінекей Олжас Сүлейменовтің осындай жаңағы жазу мәдениетіне қатысты, біздің қазақ елінің жазу мәдениетіне қатысты өзінің ой берілген, оны қалайша толықтырып жазамыз, бұл бізге байланысты. Сондықтан өз ойларыңызды жинақтап, жалпы қандай жазу мәдениетіне қатысты, қазақтың мәдени мұрасына қатысты қандай дерек бар, соны келтіріп жазсаңыздар болады. Және соңғы 7-ші тапсырма. Сабақтан алған әсеріңді жаз дейді. Бас әріппен жазылған күрделі құрама атаулардың орфографиялық нормаға сай болуын ескер. Бұл жерде қандай әсер алдыңыз, сол жөнінде жазып кетсеңіз болады. Мен бүгінгі сабақтан алған әсерім қандай, ерекше ме, әлде көңіліңізден шықпады ма, неліктен, осының барлығын сіздер мәтін етіп түсіріп, жаңа текстке түсіріп жазсаңыздар болады.
Осымен балалар 7-ші тапсырманың орындалуы дәл осындай. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар. Сонда әр тапсырманы, әр сабақты уақытымен алып отырасыздар. Енді келесі сабақта кездескенше.